Саламатсыңар ма балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың осы сабақтар арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары. Жасанды ортада өзінің қауіпсіздігін жоспарлау. Бұл сабақта сен көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіне түсіресің, өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренесің. Ал балалар, адам қолмен жасалған жасанды орта деп елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар мен басқа да көптеген денелерді айтуға болады. Олардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасайды. Алайда олардан келетін қауіп-қатерлер де бар екен. Солардан өзіңді қалай сақтандыру керек? Мысалы, сен көшеге шыққанда, сен жаяу жүргінші, немесе велосипедші, немесе көліктегі жолаушы боласың. Соның бәрінде сақталуы тиіс қауіпсіздік ережелері бар. Ендеше сол туралы әңгімелеп көрейік. Міне балалар, қауіпсіздік ережелері ең бірінші мына жердегі жаяу жүргінші. Екінші суретте сен велосипедшісің. Ал үшінші көлікте сен көлік жолаушысың. Ал осы кезде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Соған мән берейік. Ең алдымен жаяу жүргіншіні тыңдайық. Жаяу жүргіншіні тек жаяу жүргіншілер жолмен ғана жүру керек. Екінші суретте ешқашан көлік жүретін жолда ойнамау керек. Үшіншіден, бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Балалар, мына белгіні көріп тұрсыңдар ма? Егер қызыл дөңгелек үстіне қызыл сызықша қойылса, бұл яғни өтуге болмайды деген белгіні береді екен. Міне жаяу жүргіншіні сақтайтын ережелер осы. Осы ережелерді біз әрдайым сақтап алуымыз керек. Сені велосипедші дедік. Сен велосипедші болсаң, қандай ережелерден сақтануымыз керек? Біріншіден, 14 жасқа дейінгі балаларға көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Екінші суретте велосипедшілер велосипедтің арнайы жолында жүруі тиіс. Ол үлкен көлік жүретін жолдарға жүруге болмайды. Балалар, қазір арнайы велосипедшілері бар, сонымен ғана жүрген абзал екен. Бұл әрине өзінің қауіпсіздігін үшін. Келесі, велосипедпен келе жатып, көшенің арғы бетіне өту үшін велосипедтен түсіп, оның рөлінен ұстап, жаяу жүргіншілердің жолымен өтуі керек. Ол өзінің қауіпсіздігін. Сені көліктегі жолаушы болды дедік. Нені сақтау керек? Біріншіден, көліктен келе жатқанда терезеден басыңды шығарма. Міне балалар, көріп тұрсыңдар ма? Бірінші суретте терезеден басын шығарып тұр. Бұл кісінің істеп жатқаны өте қателік. Екіншіден, көлік жүргізушіні алаңдатпа. Көлік жүргізіп келе жатқанда телефонмен, әсіресе қоңырау шалуға болмайды. Ал енді үшіншіден, көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағынан мініп түскен абзал екен. Міне балалар, көлік тұр көшеде. Көшенің арғы бетінде үлкен көліктер өтіп жатыр. Яғни көліктің арғы жағына түсуге болмайды. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағынан түскені абзал. Міне балалар, көліктегі жолаушы, велосипед, жаяу жүргіншіні қандай ережелерді сақтау керек екенін танысып шықтық. Ал балалар, екінші тапсырмаға қарайық бәріміз. Құтқарушылар көшесі тапсырманы оқи отырып, қандай қателіктер жіберуі мүмкін? Өз ойыңды қорытындылап жаз. Құтқарушылар көшесіне қош келдің. Қане сендерге танымал ертегілерде кездесетін жағдайлардың мысалдарына қарап, алданып қалмау үшін өзіңді қалай ұстау керектігін бақылайық. Сонымен, ондай жағдайларда абай болудың әдістерін меңгерейік. Бірінші,
Қызыл телпектің әжесі қандай қателік жіберді? Қане балалар, ойланайықшы бәріміз. Жауабын дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Қане бала, келесі сұрақ: не себепті қасқырға 7 лақты жеу мүмкіндігі туды? Осыған да ойланайық бәріміз. Жарайсыңдар, дұрыс тапты деп ойлаймын. Үшінші тапсырма: не себепті түлкі бауырсақты жеу мүмкіншілігіне ие болды? Ойланайық тағы да. Ал балалар, бұл жауапты қиналмай жауаптарını тез таптыңдар деп ойлаймын. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға қарайық. Үйден мектепке деген маршрут бағытын дәптерлеріне құрастырыңдар. Балалар, мына жерде сендерде мектептің суреті, ал астында үйдің суреті. Бұл сендерге күнделікті өмірлеріне кездеседі. Бұл тапсырманың да маршрутын құрастыра алады деген ойдамын. Өте тамаша балалар. Олай болатын болса, бүгінгі сабақта сендер мен бәрін түсіндім, сабақ өте қызықты өтті десеңдер, мен сендерге 10 балл қоям. Мен сабақты түсіндім, бірақ материал қызықты болмады десеңдер, 7 балл қоюға болады. Мен сабақты толық түсінбедім, бірақ маған қызықты болды десеңдер, 5 балл қоюға болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.